Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей мамандық таңдау мектебі және де біз университет обзорымызды жалғастырамыз. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша біз IT мамандығын мықты оқытатын университетке келіп отырмыз. Яғни IT мамандығын оқытатын топ 3-ке кіретін үздік университет халықаралық ақпараттық технология университеті. Жалпы осы университетте мен сіздерге толықтай таныстырамыз. IT мамандығы, ақпараттық қауіпсіздік, яғни осы сферада өте көп мамандықтар бар. Барлығын таныстырып, осы университетті түсіндіріп, көрсететін боламыз. Сонымен кеттік. Бұл университет туралы бізге толық ақпарат беретін, жалпы таныстыратын, қандай мамандық бар екенін таныстыратын Арман мырза. Енді Арман мырза біздің оқушыларға, жалпы оқырмандарымызға өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Рахмет, саламатсыз ба достар. Мен аты жөнім Алимбеков Арман Елубекұлы болады. Мен осы университетінің цифрлық трансформациялар факультетінің деканның тәрбие ісі жөніндегі орынбасары боламын. Қысқаша біздің университет туралы айта кетсек, біздің университет жаңа университет болып табылады. Университетімізге қазір 10 жыл болды, 10 жылдан асты. Біздің университет осы 10 жылдың ішінде біраз жетістіктерге жетті деп айтсақ қателеспейміз. Біздің университет молынан ең мықты деген специалистер ол IT саласында болады. Бірақ ол біздің университет IT университет болғандығымен тек IT саласында ғана емес, одан да басқа финансы, менеджмент, педагогический направленияларда, барлық салаларда дайындай береді. Енді Арман мырза мысалға қысқаша айтып кеттіңіз, бірақ әр мамандыққа тоқталсақ, яғни әрбір мамандық неше мамандық оқытады сіздерге, және де олардың міндеттері жалпы қалай оқытады деген секілді? Ал әр мамандыққа тоқтала кетсек, мұғалімдерді даярлау саласын айта кетейін. Ол жақтан бізде 2 мамандық бар. Ол информатика мұғалімдерін даярлау және физика мұғалімдерін даярлау. Бұл жақтың ең мықты нелері, артықшылықтары. Олар басқа оқушылар сияқты сол IT саласындағы сабақтармен қоса, сол мұғалімдерді даярлайтын, яғни педагогический сабақтар дейді ғой, сол педагогика сияқты сабақтарды да оқиды. Сонымен қатар даярлау саласында оқитын студенттер кейін осы біздің білім беру министрлігінде цифрлық трансформациялар, яғни қазір бүкіл оқу саласы цифровизация процесс цифровизации дейді, сол цифровизация өтіп жатыр. Сол цифровизацияны өткізуге мамандықтар жеткіліксіз. Сол мамандықтарға тікелей біз осы информатика мұғалімдерін даярлау саласы арқылы соларға специалистерді дайындаймыз. Окей. Келесі мамандық? Келесі мамандық бізде менеджмент және басқару деп аталады. Бірақ ол басқа университеттегіндей тікелей менеджментқа кірмейді. Ол менеджмент, яғни менеджмент плюс IT деп айта кетсек те болады. Ол өйткені біз менеджментті осы қазіргі өздеріңіз білесіздер, қазіргі студенттерден тек тікелей бір саланы ғана сұрамайды. Яғни ол әртүрлі ықпал болу керек та әртүрлі заттарды істей алуға. Яғни біздің менеджмент студенттер тек қана басқаруды ғана емес, сонымен қатар программалар жазуды, сайт жазуды, сол менеджментті IT сферасында қолдануды үйренеді. Сіз айтқанда заманауи менеджмент. Заманауи менеджмент деп айтсақ та болады, дұрыс айтасыз. Яғни тағы да осы менеджментқа ұқсас, менеджментқа түсу үшін студент егер математика, география таңдайтын болса, математика, география таңдауымен тағы да бір сала, ол бізде финансы саласы. Финансы, яғни ол да IT саласына тікелей енгізілген финансы в IT. Ол финансының ішінде өзі 2 бағдарлама бар, яғни ол қаржылық инженеринг және қаржылық технологиялар. Осы финансыға тоқта кететін болсам, қаржылық технологиялар деген, ол басқа университетте де оқытып жатқан осы финансының терминімен, осы финансыны меңгеруге арналған сала болса, ал қаржылық инженеринг бұл уже қызықтырақ. Неге? Себебі ол жақта бәрімізге белгілі
мысалға айтсақ, машинное обучение деген сөз сіздер танитын шығарсыздар. Яғни машинное обучение, искусственный интеллект деген сияқты терминдар осы финансовый инжиниринг, то есть қаржылық инжинирингте қолданылады. Ол нені білдіреді? Студент тек финансыды ғана оқи бермей, сол финансовый процесстер дейді ғой, сол финансовый процесстерді модельдеумен жұмыс істейді. Сол финансовый процесстерді модельдеумен осы Қазақстанның финансын дамытуға жаңа бір программаларда ойлап табуға мүмкіндігі болады. Арман мырза, мен сіздерде журналистика мамандығында оқытады екен деп естідім. Мысалға, білмеппін, мүлдем ойытта журналистика мүлдем басқа деп ойлаппын, бірақ сонда да оқи ма осы, оқытасыздар ма? Иә, журналистика мамандығы бізде бар. Яғни толықтай айта кететін болсам, біздің университетке түсу үшін 3 түрлі сабақтарды таңдауға болады. Яғни ол бәріне белгілі, ол математика, физика, математика, география, қазір айтып кеткендей финансы мен менеджмент, және осы журналистикаға ол қалаған сабақты таңдайсыздар, немесе профильдік сабақтарды мүлдем таңдамайсыздар. Яғни журналистика, бізде журналистиканың атауы журналистика және репортер ісі деп аталады. Бұл жақта да журналистика тек бір бағытта ғана емес. Журналистика бізде осы IT саласына қайта-қайта айтқаныма кешірім өтінемін, бірақ бізде барлық мамандықтар IT саласына енгізілген. Сондықтан біздің де журналистика, мысалға айтсақ, SMM, бизнес, PR, телерадио журналистика, яғни заманауи жаңа осы технологиялармен жаңа бағыттарды барлығын қамтиды. Журналистиканың шығармашылық экзамені басқа университеттер секілді өте ме? Жалпы сіздерде шығармашылық экзамен қалай өтеді? Қанша 2 этапта екен білдік? Оқушылар қалай дайындалу керек? Шығармашылық емтихандар Қазақстан бойынша барлығында бірдей өтеді. Яғни журналистика саласына барлық жақта, мысалға студент кеп, абитуриент, әлде студент емес, абитуриент кеп, біздің университетке кеп шығармашылық емтиханды тапсырып, басқа университеттің журналистика мамандығында да түсуге мүмкіндігі бар. Ал шығармашылық емтихан қалай өтеді? Ол бізде 2 профильдік сабақ бар. Сол 2 профильдік сабақтың орнына 2 турлық шығармашылық емтихан өткізіледі. Бірінші тур, ол бірінші бөлім, яғни ол абитуриент офлайн кезінде келіп, онлайн кезінде енді үйлерінде тапсырды. Ол эссе. Алдын ала тақырыптар беріледі. Сол тақырыпқа абитуриент эссе жазады. Сол эссе бірінші профильдік сабағының бағасын берсе, екінші профильдік сабағы ол презентация, немесе бір видео проект, былайша айтқан кезде, соны абитуриенттің сөйлеу ықпалдығын, осы өзін қалай адамға таныстыра білетінін бақылау үшін арналған осы екінші емтихан. Сонда ол, мысалға айттыңыз, презентация сол моментте, яғни шығармашылық экзаменге келген кезде біз өте ма, әлде алдын ала дайындалып келеміз? Алдын ала. Презентация алдын ала дайындалады. Эссе егер осы жерде жазылса, эссенің тақырыптары белгілі болады. Оның барлығына дайындалады, бірақ эссе келіп осы жерде жазылады. Ал екінші бөлімі ол проект, яғни ол тақырып, ол жақта бір определенный бір тақырып жоқ. Абитуриенттің өз ықпалына байланысты ол презентация жасау мүмкін, өзі туралы, ол бір проект жасау мүмкін, ол бір 2-3 минуттық видео түсіруі мүмкін. Яғни өзінің өнерін, өзін таныстыру мақсатында жасалған емтихан. Осы 2 емтиханның бағалары, осы 2 профильдік сабақтың бағаларын жауып, толықтай 140 балды береді. Түсіндік. Енді менің қатты сұрағым келіп тұрған мамандық IT сферасын айтып беріңізші. Сол. Оқушылар енді күнде жазады, Санель апай, Санель ханым, IT мұйытты көрсетіңізші деп, сол туралы бізге барша ашып айтсаңыз. Енді IT саласы деген енді барлықтарыңыз, осы біздің IT университет осы IT саласының арқасында атағы шықты. Яғни осы физика, математика таңдауымен сіздер 3 мамандыққа бара аласыздар. Сонынан бастайтын болсам, бірінші ол коммуникация және коммуникациялық технологиялар, екіншісі ақпараттық қауіпсіздік, үшіншісі ақпараттық технологиялар. Яғни ең бірінші пайда болған, осы күнге дейін келе жатқан ол ақпараттық технологиялар. Оны ең соңына қалдырайын. Ең қызығын ең соңына қалдырайын. Қысқаша айта кетсем, коммуникация және коммуникациялық технологиялар. Бұл сала, яғни
бұл Қазақстанда пайда болғанына біраз уақыт болды. Өйткені Қазақстанда осы сет деген пайда болғаннан кейін осы сала пайда болды. Яғни нені білдіреді? 3G, 4G, 5G, Казахтелеком, интернет, осы подключение, то есть осы бүкіл нелер проводпен жұмыс істейді ғой енді. Ол жақта қолмен де жұмыс бар, баспен де жұмыс бар. 3G, 4G, 5G, Казахтелеком деген сияқты компаниялар, яғни компания деп айта кететін болсақ, ол Актив, Кселл, Билайн, ол барлығы осы телекоммуникациялар мамандықтарын сұрайды біздің университеттен. Сондықтан бұл мамандық, яғни осы сетпен айналсам деген балдар болса, абитуриенттер оларға тікелей осы мамандыққа баруға болады. Ал екінші бағыт осы физика, математика таңдауымен, екінші бағытқа бізде ақпараттық қауіпсіздік бар. Яғни ақпараттық қауіпсіздік бізде біздің университетте 2015 жылы ашылған. Жаңа сала деп те айтсақ болады, бірақ ол Қазақстанда да пайда болғанына көп болған жоқ. Бізде 2015 жылы осы қорғаныс министрлігінің мемлекеттік тапсырысы бойынша біздің университетте штаб-квартира ретінде ашылды. Осы салаға бізде 200 грант бөлінді. Жылда осы салаға 200 грант бөлінеді. Осы қазіргі уақытта 2015 жылдан бері бітіріп кеткен балдардың арасынан, мысалға айтатын болсам, жыл сайын УКК дейді, ұлттық қауіпсіздік комитеті. Сол ұлттық қауіпсіздік комитеті жыл сайын 10 студент, ең мықты 10 студенттерді алып кетеді. Ал одан бөлек айта кететін болсақ, бізде Касперский, барлықтарыңыз антивирус бар ғой, Касперский деген. Сол Касперский лабораториясымен, ЦАРКа лабораториясымен бізде тікелей не байланыс бар. Яғни тағы ЦИСКа бар, ЦИСКа Network Academy. Яғни осы компаниялармен байланыс бар, осы компанияларға кейін бітіргеннен кейін жұмысқа орналасуға мүмкіндік бар. Ал одан да басқа ақпараттық қауіпсіздік қазіргі заманның қажет етіп отқан саласы. Мысалға, егер де біз кибер қауіпсіздік саласына қарай жұмысқа тұрсақ, осы ақпараттық қауіпсіздікті оқысақ болады ғой, иә? Болады. Екеуі бірге жүреді ғой, иә? Мысалға, осы кибер қауіпсіздік туралы айтып кетемін қазір. Осы басқа да кез келген үлкен компания бір ақпаратпен қамтамасыз етіледі. Ол ақпараттың қамтамасыз етілуі, яғни не керек? Қауіпсіздік керек ол ақпараттың жеткеніне. Яғни студенттер бұл мамандықты бітіргеннен кейін қалаған компанияларына жұмысқа орналасуына мүмкіндігі бар. Тағы да осы кибер қауіпсіздік туралы айта кететін болсақ, бізде өзіміздің военная кафедра ашылды. Яғни, мысалға, осы әскери кафедра дейді ғой. Әскери кафедрада студенттер екінші курс пен үшінші курс уақытында оқиды. Ол жаққа бізде биыл 80 грант бөлінді. Келесі жылға 110 грант бөлінеді. Одан ары қарай гранттың санын көбейтіп жатыр. Осы басқа университеттерде әскери кафедраларында, мысалға, бір сала болады ғой әскеридің бітірген өзінде де, военный билетте, әскери билетте бір сала жазылып тұрады. Сол салаға біздің университетте әскери кафедрада кибер қауіпсіздік деген ашылды. Яғни біздің университетке түсіп, математика, географияны таңдап, ақпараттық қауіпсіздік саласына түсіп, және екінші курста әскери кафедраға кибер қауіпсіздік саласына абитуриент түссе, студент, онда осы екеуін қосып, сонында мен деген диплом алып шығуға болады. Түсінікті. Мысалға, осы маман иесі болып КНБ жаққа қарай жұмысқа тұруға болады ма? Сол КНБ деген, сол айтып кеттім ғой, ұлттық қауіпсіздік комитеті құқығы. Олар обязательно бізден минимум 10 адамнан алып кетіп тұрады жыл сайын. Тағы да бір общий ақпарат айтып кетейін. Біздің университет международная аккредитация АСИН деген бар. То есть біздің университет Қазақстанда тек бірақ университет осы международный аккредитацияны өткен. Ол бізге не береді? Ол біз халықаралық стандарттың барлығына сәйкес келеміз деген документті береді. Яғни біздің университетті бітіргеннен кейін, мысалға осы мысалды айтып кететін болсам, студент ақпараттық қауіпсіздікке түссе, абитуриент, ол бітіргенде нені алады? Студенттің қолында диплом, үш тілде приложениясымен. Қазақша, орысша, ағылшынша.
ол приложение бүкіл біз баллонская система дейді, сол баллонский системаның ішінде болғандықтан бүкіл халықаралық стандарттарға сәйкес келеді. Яғни осы диплом арқылы кейін студент басқа елдерде, әсіресе Европа елдерінде магистратура саласын жалғастыруға, немесе жұмыс орнына тұруға нострификациясыз осы диплом арқылы жалғастыра алады. Түсінікті. Негізі бакалавр деңгейімен спокойно жұмысқа тұра аламыз ба, әлде магистратура оқу маңызды? Бакалавр деңгейі жеткілікті жұмысқа тұрғанға. Магистратура деңгейі көбінесе университетте сабақ беремін деушілерге арналған. То есть педагогический бағытқа магистратура. Қазақстанда қазір магистратура педагогический және магистратура профессиональный бар. Бірақ біздің университетте қазір көбінесе магистратура педагогический ғана бағытта жүреді. Ол нені білдіреді? Ол студент кейін жалғастырып, осы университет немесе басқа да университеттерге сабақ берем десе, ол осы магистратураны жалғастыруға мүмкіндігі бар. Окей, түсінікті. Енді соңына дейін қалдырған мамандық, IT мамандығын енді бізге айтып беріңіз. IT мамандығын айта кететін болсақ, ол біздің университеттің ең бірінші пайда болғанымен әлі күнге дейін мамандықтар жеткіліксіз. Қазақстанда сол мамандықтарды даярлайтын біздің ақпараттық технологиялар саласы. Ақпараттық технологиялар саласына түсу үшін абитуриент математика, физика пәндерін таңдау керек профильдік ретінде. Және де ол салаға бізде 600 грант бөлінеді. Яғни, неге мен бізде бөлінеді деп айтып жатыр. Өйткені біздің университет целевой грант дейді ғой. Ол біздің университетте тек қана целевой гранттар. Ол нені білдіреді? Біз сияқты университеттер ол IT, біз Астана IT, айту және КБТУ. Яғни бұл үш университетке басқа университеттерге бір салаға грант бөлінсе, бүкіл Қазақстанға біздің университетке бөлінеді. Мысалға, IT-де жалпы 2100 грант бөлінді десе, оның 600-ы чисто сіздерге ма? Жоқ, 2,5 мың бөлек бүкіл Қазақстанға университеттерге бөлінеді, 600 бөлек бізге ғана. Яғни бізге түсу үшін абитуриент келіп, осы біздің университетке келіп, документтерін біздің университетке қалдырып, біздің университеттегі саланы бірінші қылып таңдау керек. Бірінші қылып таңдамаса, біздің университетке түсе алмайды. Өйткені біздің конкурс, грантты жоспарлау бойынша конкурс бірінші өтеді. Яғни бірінші бітеді, сосын бізге түспеген балдардың документтері ары қарай басқа университеттерге кетеді, және басқа общеобразовательный гранттарға ұсынылады. Сонда түсінгенім бойынша, қалай болғанда да сіздердің университеттеріңізге түсу үшін балл жоғары болу керек әлде қайда, иә? Барлық бағытта емес. Өйткені кей уақытта өзіңіз қараңыз, мысалға бір 10 мың студент тапсырды дейік. Олар 2,5 мың грантқа 10 мың студент таласып атса, бізде 600 грантқа бір, мысалға айтсақ, 1200 бала документ өткізсе, бір орынға екіге бір таласып қалуы да мүмкін. Сондықтан біздің университетті бірінші жазып, бізге документ өткізудің ең басты плюстары неде? Мысалға бір абитуриент біздің университетте ақпараттық технологиялар таңдап, сосын общеобразовательный гранттағы бір, мысалға айтсақ, Политех, Казгу деген сияқты университетті таңдаса, суммарно толықтай ол 2500 плюс 600, 3100 грантқа мүмкіндігі болады. Вероятность, то есть ықпалдылығы грантты алып кетуге өседі. Сол. Ал енді ары қарай ақпараттық технологиялар туралы айта кететін болсақ, алыстан кірдік қой бұл мамандыққа. Ақпараттық технологиялар мамандығы бізде ішіне 3 кафедраны кіргізеді. 3 кафедра дейтін ол, яғни математика және компьютерлік модельдеу, ақпараттық жүйелер және ВТПО дейді ғой, вычислительная техника и программное обеспечение. То есть есептеу бағдарламасы және программалық орнату. Сол, 3 кафедраны енгізеді. Қысқаша айта кететін болсам, ол әр кафедраның өзінің образовательный программалары бар. Ол туралы ақпаратты сіздер осы қабылдау бөлімі ашылған кезде, майда, құдай қаласа, мамырда келіп, толықтай ақпаратты алсаңыздар болады. Ал қысқаша айта кететін болсақ, ақпараттық жүйелер мамандығына көбінесе қандай абитуриенттер түседі. Ақпараттық жүйелер деген ол управление проектами, то есть менеджмент плюс IT, программирование.
осы екі сала қызықтыратын болса, олар осы программированияның базовый сабақтарын өтеді, базовый емес, сәл углубленно, және де управление IT проектами, то есть бизнес-анализ деген сияқты сабақтарды осы ақпараттық жүйелер мамандығына қарай ұсынса болады. Ал егер абитуриентке осы разработка, программа жазу, осы кодтардың прям корень тамырларына кірем десе, онда ол вычислительная техника и программное обеспечение саласына бару керек. Өйткені ол жақта разработчики, то есть фронт-энд, бэк-энд разработчики, full-stack разработчики, анализ данных деген сияқты сабақтардың барлығы сайттарды жасау, сайттардың қаңқасын жасау, артындағы базасын істеу, түрін жасау, полностью, мысалы, мобильдік приложенияларды жасау, Apple, Android разработка деген сияқты барлығы осы вычислительная техника программное обеспечение кіреді. Ал үшіншісі математикалық және компьютерлік модельдеуге, яғни аты айтқандай, ол жақ программированияны мықты біліп, және қосымша математиканы да мықты білетін абитуриенттер болса, оқимын деген абитуриенттер болса, онда осы салаға түсу қажет. Себебі бұл жақта ең қызығы ол, яғни data science, наука о данных дейді, ғылымдар, ақпарат туралы ғылым. Яғни бұл не деген сөз? Бағана айтып кеткендей машинное обучение, искусственный интеллект, нейронные сети, сондай сияқты сабақтар егер абитуриентке қызықты болса, онда бұл саланы меңгергеннен кейін мысалға аналитик данных, ол минимум аналитик данных болып банктерде істеуге болады. Ол минимум. Яғни бұл саланы ары қарай меңгеріп, магистратура, докторантура деген сияқты салалармен ары қарай меңгеріп кетсе, онда data science мысалға 21 ғасырдың ең мықты саласы болып әлем бойынша жарияланды. Яғни бұл тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде жаңа мамандық, және өте жеткіліксіз мамандық болып жатыр. Сондықтан бұл математика және программированияны өте қатты меңгере алам деген абитуриенттер болса, осы кафедраны таңдап кетсе болады. Енді сұрағым келетін, мысалға IT мамандығына түстік, үш кафедраны біз университетке түскен кезде таңдаймыз ба? Яғни, дұрыс айтасыз, грант группа образовательных программ, яғни ГОП-қа бөлінеді. Ақпараттық технологиялар. Осы ақпараттық технологияларға абитуриент грантты ұтады, сосын келіп таңдайды. Өзі келген университетке келіп документін тапсырып атқан кезде де таңдап кеткен дұрыс негізі. Сол документ тапсыруға келген кезде университеттің қабылдау бөліміндегі технический секретарьлар, яғни олар барлық мамандықтарды ішіндегі толықтай ашып айтып береді, және де таңдауға көмектеседі. Енді сізге соңғы сұрақтардың бірі, мысалға әрбір мамандықты айтып жатық, бірақ осы қаншама түлек бітіріп жатыр әр жыл сайын, сол түлектердің барлығы қаншалықты жұмыспен қамтылып жатыр деген сұрақ? Қаншалықты жұмыспен қамтылып жатқаны, яғни статистика бойынша 98%-дай. Яғни ол 2%-ға кімдер кіруі мүмкін. Олар бітірмей кеткен студенттер бар, мысалға әртүрлі жағдайлар болады ғой, енді бітірмей кеткендер, документтерін алып кететіндер, немесе перекурсқа қап кеткендер по разным обстоятельствам, мысалға там декрет, армия дейді, по состоянию здоровья деген сияқты. Ол исключение дейді, яғни ол исключенияға жатқызатын болсақ, былайша айтқан кезде 98%-дай студенттер жұмыспен қамтылынады. Бірақ бұл жөнін толықтай айта кететін болсам, студенттерді жұмыспен қамтамасыз ету жөнінде бізде департамент бар. Бірақ ол департаментта ондай жұмыс көп деп айта алмаймын. Өйткені біздің оқытып жатқан салалар Қазақстан бойынша өте керекті салалар. Сондықтан студент бітіргеннен кейін өзі де жұмыс табу ықпалдылығы өте жоғары. Ал егер студент бір непредвиденный обстоятельства дейді, сондай бір обстоятельствамен жұмыс таба алмай жатса, онда бізде департамент бар, жұмыспен қамтамасыз етуге көмектесе алады. Түсінікті. Мысал ретінде қандай компанияларды айта аласыздар? Мысал ретінде бізде қазір контракттар қандай? Халық банкпен бар, Сбербанкпен бар, оға дейін айтып кеткен антивирус Касперский, да, вот, то есть Касперский лаборатория, Царка, Cisco, Microsoft, олармен де бізде контракт бар. Біздің Қазақстанда сол тағы Huawei, Samsung деген сияқты компаниялар, және де әлемдік гегемондар дейді ғой, мысалға Google, Facebook, Booking, Apple деген сияқты компанияларға да тіпті жеткен студенттеріміз бар.
Ондай мүмкіншіліктер бар дейсіз ба? Иә, Егер ол оқыса- студенттің өзіне байланысты. Егер студент оқимын деп келсе, онда ол біраз жерді аралап, біраз жерді көріп, сондай компанияларға жеткілікті несі ықпалы болса, онда мүмкін. Рахмет көп. Соңғы сұрақтардың бірі, ағылшын деңгейі қандай болу керек? Егер ағылшын деңгейін айта кететін болсақ, біздің университет барлығыңыз білетіндей тек қана ағылшын тілінде оқытады. Яғни тек коммуникация және коммуникациялық технологиялар саласы ғана орысша немесе қазақша болады, және журналистика саласында орысша немесе қазақша группалар бар. Ал қалған осы ақпараттық технологиялар, финансы, менеджмент, мұғалімдер даярлау салаларының барлығы тек ағылшын тілінде оқытылады. Ол нені білдіреді? Яғни лекциялар, бүкіл оқу материалдардың барлықтары ағылшын тілінде, ал бірақ практика және лабораторный сабақтарда студенттер қай тілде сұрақ қойса, сол тілде жауап беруге тырысады мұғалімдер. Бірақ бүкіл сабақтар ағылшынша. Сондықтан ағылшын деңгейі енді требовательно жақсы деп айтпайым, ол келгеннен кейін де бала үйренем десе үйреніп алады. Ал бірақ бізде енді результаттары балдарынан бөлек, бізде ағылшын тілінен емтихан бар. Яғни ол емтихан результат осы баланың грант алу ықпалдылығына ештеңке білдірмейді. Әсер етпейді. Тек осы оқушының ағылшын деңгейін білу үшін, және де кейін именно ағылшын сабағынан группаларға бөлу үшін. Мысалға, егер де уровені pre-intermediate болса, сол группаға, intermediate болса, бөлек группаға кетеді ғой? Иә. Тек қана деңгейді білдіру үшін. Бірақ қазір көп абитуриенттер IELTS деген сияқты сертификаттары бар, TOEFL деген сияқты сертификаттары бар. Егер ондай сертификаттары болса, олар онда сол сертификат арқылы intermediate немесе pre-intermediate деген сияқты группаларға бекітіледі и ағылшын тілінен вступительный экзамен тапсырмайды. Егер де IELTS сертификат деген сертификат болса, ешқандай экзамен тапсырмайды. Және де программированиядан осындай вступительный экзамен информатика сабағынан болған, бірақ осы соңғы жыл пандемия болған үшін осы тек қана ағылшын тілін қабылдадық, бірақ келесі жылдары ол информатика пәнінен де вступительный экзамен болуы мүмкін. Бірақ ол да еш нәрсеге әсер етпейді. Ол тек қана баланың осы ағылшын тілі және информатика салаларында білетін ақпараттарын білу, яғни танысу студентпен. Енді точно соңғы сұрақ. Жалпы гранттан бөлек, қосымша біз осы университетке басқалай түсе аламыз ба? Мүмкін олимпиадалар деген секілді. Ол туралы айта кететін болсам, мысалға Жалтыков деген сияқты олимпиаданы барлығы біледі. Ол жақта да біздің университет бар. Яғни ол олимпиадада да біздің университет кейбір абитуриенттерге ректорлық грант, яғни 100%-тік скидка дейді, жеңілдік бөлінеді. Және де одан бөлек біздің өзіміздің открытая предметная олимпиада деген бар. Яғни 4 түрлі сабақтан бізде олимпиадалар жүреді. Ол спортивное программирование, екіншісі экономика, үшіншісі математика и төртіншісі журналистика. Яғни осы 4 сабақ бойынша осы февраль айында абитуриенттер, яғни 10-11 сынып оқушылары арасында осы олимпиадалар жүреді. Яғни сертификат 2 жылға жарамды. Бірінші орын алған адам 100% жеңілдікке, екінші орын алған адам 50% жеңілдікке, үшінші орын алған адам 20% жеңілдікке ие болады. Түсінікті. Бұл жерде енді қараңызшы, ректорлық грантты ұтып алса, немесе 100% ұтып алса, ол 4 жыл тегін оқиды, бірақ стипендия болмайды ғой да? Ректорлық грантта, яғни осы жеңілдіктерде де стипендия болмайды. Яғни бұл қалай саналады? Егер осы 100% жеңілдікті ұтып алып, ол бір жылға бөлінеді 100% жеңілдік. Сосын екінші семестр, бізде семестрға бөлінеді, бірінші және екінші. Екінші семестрдегі баланың оқуының балдары 70-тен төмен болмау керек. Егер де 70-тен төмен болса, онда жеңілдіктен айырылады. Ал егер бала өз оқуын көрсетіп, жақсы сабақтарды жақсы балдармен жауып жатса, онда жеңілдік 4 жыл бойы жалғаса береді. Түсінікті. Рахмет, жалпы
бәрін түсіндіріп бердіңіз, ешқандай сұрақтар қалмады деп ойлаймын. Осындай қызықты сұхбатқа. Сіздерге рахмет келгендеріңізге, біздің университетке, және де осы сіздерді көріп жатқан осы оқырмандарыңызға, абитуриенттерге, біздің болашақ студенттерге сәлем айтамын. Осы университетті таңдап, осы университетте күтеміз сіздерді. Аман есен ЕНТ-ні тапсырыңыздар. Менің сүйікті айдарларының бірі жалпы студенттік көзқарас. Біздің жаңа мұғалімдер жалпы университет туралы толықтай түсіндіріп кетті. Енді студенттік көзқараспен жалпы бұл университетте оқу қаншалықты қиын екенін Маржан, Мирас айтып жіберсеңіздер. Университетте оқу қатты қиын емес. Әркім баланың, әр оқушының, әр студенттің өзінің ынтасына байланысты. Маған жеке өзіме қатты қиын емес. Мысалға, қазіргінің өзінде бір белгілі бір ұнатып жүрген пәндеріңіз бар ма осы оқып жатқан кезде? Өзіме, математика саласынан жақсы. Екінші сұрақ, студенттік өмір қалай өтіп жатыр? Қандай ұйымдарда барсыздар, жалпы ұйымдар бар ма деген? Мен айтып кетейін. В нашем университете более 20 студенческих клубов. Каждый студенческий клуб развивает студентов с разных сторон. У нас есть такие студенческие клубы, как дебатный клуб, music club, танцевальный клуб Shadows. Также наши студенты чемпионы по футзалу. У нас наши черлидеры самые лучшие в Казахстане. Также не ограничивается количество клубов, студент может вступить в любой клуб, какой хочет, и развиваться в нем, вне учебы. То есть в нашем университете очень хорошо развита студенческая жизнь. У нас есть такие мероприятия, как айс-пати, тимбилдинг, посвящение, Miss IT и еще многое другое. Также каждый клуб, каждый семестр организовывает свое личное мероприятие. Также там студенты выступают. Есть в начале года. Айтқанда, жалпы оқумен бірге алып жүріп, студенттік өмірде прям андай, қалай айтсақ екен, прям насыщенный өтеді ғой. Да, очень насыщенная жизнь. У нас есть куча страничек у каждого клуба, вы можете сами посмотреть, что там студенты творят, там вообще без границ творчество, и я считаю это очень круто, потому что вне учебы можно заниматься своим любимым делом, найти людей в клубе, которые также заинтересованы в этой сфере и развиваться дальше. Окей, рахмет. Сонымен достар, бүгінгі біздің университет обзорымызды да соңына жеттік. Жалпы IT мамандығын үздік оқытатын, одан да бөлек басқа да мықты-мықты мамандықтарды оқытатын университетке, яғни МУИТ университетіне толықтай обзор жасадық. Сіздерге барлығын ашып, көрсетіп, түсіндірген болатынбыз. Егер де осы университет туралы қосымша сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер, біз оған жауап қайтаратын боламыз. Егер де тағы да белгілі бір ақпараттар алғыларыңыз келсе, біз университеттің сайтын қалдырдық, сол сайтқа кірсеңіздер де болады. Және де соңғы сұрағым, келесі жолы біз қандай университетке барғанымызды қалайсыздар? Жазып кетіңіздер, біз міндетті түрде соны ескеріп, келесі жолы сол университетке, нақты сіздің қалаған университетіңізге обзор жасайтын боламыз. Сау саламат болыңыздар, достар.